ел алдында қалған тағдыр. Айсұлу есіммен елге танымал емес еді, бірақ жүрегі мейірімге толы, төрт қабырғаға сыймайтын арманға бөленген жас әйел. Ол 5 баласымен бірге шағын ауылда тұратын. Күйеуі Ербол бұрынғы заманда ел ішінде беделі бар, бірақ жүрегі қатқан адам. Бастапқыда бәрі жақсы көрінді. Ербол көп ұзамай ауылдың абызы болғысы келді, ал Айсұлу үйдің тірегі, балалардың айнасы. Бір күні ауылдың ортасында үлкен мереке өтіп жатты. Барлық ауыл адамдары жиналған. Айсұлу балаларын ертіп мерекеге келді. Күн ыстық, елдің бәрі шат. Балалардың күлісі ауылды толтырды. Сол кезде Ербол қолында жаңа көйлек шашылмаған шашымен келді. Алғашында бәрі әдеттегідей болды. Бірақ кенеттен барлық ауыл адамдарының көзінше Ербол: Айсұлу, мен сені және балаларды тастап кетемін деп, ешқандай түсініктеме бермей, елдің көзінше кетіп қалды. Балалар дүр сілкінді. Айсұлу құлақ аспастан жерге қарап, жүрегі сынып кеткендей болды. Ауыл адамдары дүрбелеңге түсті. Кім бірдеңе айтуға тырысты, бірақ Ерболға ешкім жетпеді. Ол бір-біріне қарамай, тез басып, ауылдың шетіне жетіп, көлеңкеде жоғалып кетті. Айсұлу балаларын құшақтап, жыламай тұра алмады. Бірақ оған бір нәрсе түсінікті болды, қазір тек ол ғана оларға тірек болуы керек еді. Сол күннен бастап Айсұлудың өмірі мүлде өзгерді. Алғашқы айлар ауыр өтті. Көпшілігі оған, ер болмаған соң, бәрі қиын болады деп көмектесуге тырысты. Бірақ Айсұлу өзінің ішкі күшін тапты. Ол әр балаға бөлек көңіл бөліп, кешкісін өз қолымен оқытты, күндіз жұмысына шығып, өмірдің ауыртпалығын мойнына алды. Бірақ ең ауыр сынақ бұл ауылдың өзі еді. Көптеген адамдар оған қарап күледі немесе сыбырлайды. Ербол өзгені тапты, Айсұлу балалармен қала береді деген сыбырлар оның құлағына жетті. Бірақ ол ешқашан балаларын қоғамның пікіріне бағындырмады. Уақыт өте келе, Айсұлу тек аман қалмай, өз кәсібін ашты. Ол ауылдағы әйелдерге тігін және қолөнер үйретіп, сонымен бірге балалар үшін шағын мектеп ұйымдастырды. Оның ерлі зайыпты болмағанына қарамастан, балалар мектепте үздік оқушы болды, жүректері мейірімге толы, ауылдың мақтанышы атанды. Бірнеше жыл өткен соң Ербол қайта оралды. Ол ауылға кіргенде бұрынғы өмірінің орны бос қалғанын көрді. Айсұлу балалармен бірге күлімсіреп отырды. Бірақ ол енді бұрынғы Айсұлу емес еді. Ол мықты, тәуелсіз, өз балаларының болашағын қорғаған анаға айналған. Ербол бәрін түсінді, бірақ ешқандай өтініш оның жүрегін елеңдеткен жоқ. Айсұлу өзінің жолын таңдады. Ол балаларын құшақтап, оларды өмірдің әр қиындыққа төтеп беруге дайындап, олардың әр күлісімен қуанды. Елдің алдында тасталған әйелдің тағдыры енді шабытқа айналды. Айсұлу барлық әйелдерге қандай қиындық болса да, мықты болуға болады деген дәріс берді. Балалары өсе келе, әрқайсысы өз жолында табысты болды. Айсұлу олардың әрқайсысын мақтанышпен қарап, өткеннің ауыртпалығын тек өмірдің сабақтарына айналдырды. Ауылдағы адамдар оған құрметпен қарады. Ербол болса тек қана өткеннің өкінішін сезіп, өз жасаған қателіктерімен қалды.